Sabır saqtayıq. Sabır saqtayıq. Rahmet. Şap deymiz. Құлақ асайық, тұра тұрыңыздар. Амин ағамыз келді. Қазір сөз береміз. Мұқият тыңдайық. Қойыңыздарда өздеріңіз үнсіз отыра тұрыңыздар. Енді менің айтайын деп отқаным, мен осыдан 7,5 жыл бұрын жұмысқа кіргенде айлығым 100 мың теңге болды. 7,5 жылдан кейін жұмыстан шыққан кезде айлығым 110 мың теңге болды. 7 жылда бар жоғы 10%-ға өсті. Ал осы 7 жылдың ішінде біздің азық-түлік қанша пайызға өсті? 700%-ға. 700. Қанша пайызға өсті? 7 мың жарым. Құрылыс материалдары қанша пайызға өсті? 7 миллион. Әр қазақ байығысы келеді, әр қазақ жақсы көлік айдағысы келеді. Армениядан айдап келдік. Артық. Айқай. Арты не болды? Әр қазақ байығысы келеді. Біз де осы жерде тұрып, осы өзіміздің топырағымызда жүргіміз келеді. Бізге Түркиядағы үй керек емес. Қазағымда кең байтақ жері сау болсын. Бірақ мына жерде қызуқандылыққа берінбейік. Сәл салқынқандылықтан туымыз керек. Хладнокровный болуымыз керек. Шешімді тыңдауымыз керек. Үкімет мүшелерін тыңдайық. Не айтады, қандай шешім шығарады. Қазір қызуқандылыққа берсек, арты дау төбелес болса, ол адам шығыны, зат шығыны ешкімге керек емес. Мына жерде кешеден бері көріп отырмын. ДВК дегендердің адамдары келіп отыр. Ал енді сендердің ойларыңды білмеймін. Айдалада отырған адам қазаққа жақсылық тілейді деп айта алмаймын. Әркімнің әр сөзіне сеніп ере бермеңдер. Біз дәл қазір мына үкіметтік жана халықаралық ұйымдардың мүшесіміз. ОБСЕ бар, Біріккен ұлттар ұйымы бар. Солардың бәрі көз тігіп, дархан даламызға көз тастап отқан қытайлардың бәрі қарап отыр. Осы қазақтың бірлігі қашан кетеді екен? Қашан осыларға басып кіріп, қашан өзіміздің билігіміз жүргізе алады екенбіз деп. Ал дәл қазір үкімет мүшелері қасымызға келіп, ашық пікір таласқа шығып отқаннан кейін даудамай тоқтатайық, тыңдайық бірге. Айтсын, міне Амин ағамыз келді. Барлығымыздың жанайқаймыз мына газ ба, газдан бөлек тағы қарайған мәселе бар. Газдың қана Қазкөздің 90% ескерді. Тұратыр, маяк бар. Тұратыр, маяк бар. Маякта ескерейін тұр, ертең тоқсыз қаламыз, сендер онда ойлаңдар. Бүгінгі күнмен сендер деме, біздер де. Айтылған мәселе алдағы жылдарға азық болу керек. Сондықтан арғары Амин ағаға берейін. Мұқият тыңдайық, телефон камера қосып қойып. Ағайын, сәл кішкене шыдаң. Сабыр етің бәріңде. Сабыр етің, тыныштанайық бәрімізде. Бәрімізде естейік, мына тұрған халық бәрі естігісі келіп тұр. Ал ағайын, интернет қосылды ма? Жоқ! Қашан қосылды? Қосыңе! Әдір сөйлейм, әуелі интернетке жауап берші. Так, интернетке жауап берген жоқ, сөйлеп болғаннан кейін жауап берем дейді Тоғжанов деген бір кісі. Тынышталың. Интернетке берген уақыт шектелді. Дұрыс! Келесі. Сабыр етің. Атырау менен байланыста отырғандарың бар ма? Жоқ. Интернет жоқ. Телефонмен прямой звонок. Жоқ. Бакиза қайда? Халелова. Макс Боқаев пенен Талғат Аямен связға шықшы. Амандарды алдыма алған жоқ па? Шықсын. Жарты сағат уақыт қалды. Шықсын. 10 минут уақыт қалды, 10 минут. Ағайын, тынышталың. Біз сөзімізге тұрамыз. Біз екі сөйлемейміз. Уақыт белгіледік, айттық, уақыт шектеліп келатыр. Сол уақыттың ішінде солар болмайтын болса, акиматқа басып кіреміз. Мына кісілер біз үшін ешкім емес. Акиматты алдық деген, біз Ақордан алдық деген. Екінші, тағы да әлі айтам, Атырау менен связға шығың. Атыраудан хабар алың, интернетті қараң, әлі болмайтын болса. Содан кейін акиматқа кірердің алдында ескертем, ешқандай терезе сындыру, ештеңе білдіру болмайтын болсын. Дұрыс. Есіктен кіреміз, есіктен кіруге бізге мүмкіндік жасасын.
жасамады ма таптап өтеміз. Дұрыс.